Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге дәмді етті бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұрыннан осы рецептпен жасаймын және әрқашан керемет болып шығады. Бұл жерде бәліштің қамыры сәл үгітілмелі, өте нәзік болып шығады. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен қамырын дайындайық. Ол үшін бізге жұмыртқаның бір ақ уызы, сары уызын бетін сылауға алып қалатын боламыз. Содан соң бір шай қасық тұзымызды, сұйық майымызды, бөлме температурасындағы маргаринімізді саламыз. Оның үстіне 80-100 мл жылы суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезек ұнымызға келді. Ұнымыздың жартысын електен өткізіп, сұйық консистенциямызға саламыз. Содан соң бетіне бір шай қасық разрыхителімізді қосатын боламыз. Бұл біздің тестіміздің, яғни қамырымыздың көтерілуіне көмектеседі. Мінекей достар, ұнымызды осылайша біртіндеп салып, жұп-жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Содан соң 20-30 минутқа тоңазытқышқа салып қойыңыз. Осы уақытымызды бос жібермей, салмасын дайындауға кірісейік. Ол үшін бізге фарш, картоп, пияз, тұз, қызыл қара бұрыш және ылғалды болу үшін сәл ғана 20-30 мл су құйсаңыз болады. Пиязыңызды салған соң сәл ғана тұз сеуіп қол күшімен сықсаңыз, сол кезде шырыны бөлініп, сіздің салмаңыз одан әрі дәмді бола түседі. Осы лайфхакты ұмытпаңыз. Осылайша араластырып салмамызды дайындап аламыз. Осылайша дайын қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі кішірек, екінші бөлігі үлкенірек. Үлкен бөлігін астыңғы бетіне, ал кіші бөлігін үстіңгі бетіне қоятын боламыз. Барлығын қазір видеодан көретін боласыз. Осылайша оқтаумен жақсылап жайып аламыз. Содан соң дайын тұрған пергамент қағазының үстіне салатын боламыз. Содан соң осы қамырымыздың үстіне барлық салмамызды саламыз. Ендігі кезекте осы салмамызды салып болған соң бетіне 20-30 граммдай сары майыңызды салсаңыз, салмаңыз одан әрі сочный, яғни ылғалды болып, дәмді бола түседі. Енді келесі кіші бөлікті илеуге кірісейік. Қамырымыздың кіші бөлігін осылайша жайып болған соң шаншқымен бірнеше жерден тесеміз. Ол салмамыздың жақсы пісуіне көмектеседі. Осылайша бәлішіміздің беткі қабығын орналастырамыз. Және жан-жағының бәрін әдемілеп бекітіп шығамыз, яғни екі қамырды бір-біріне жапсырып шығамыз. Содан соң видеомыздың басында алып қалған жұмыртқамыздың сары уызымен сылап шығамыз. Содан соң беткі бөлігін осылайша қолмен тесіңіз, себебі салмасы жақсы пісуіне көмектеседі. Үстінен ақ кунжутпен әсемдеп шықтым. Осылайша бәлішімізді 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30-35 минуттың ішінде пісіріп аламыз. Мінекей бәлішіміз де пісті. Достар, тіпті сөзбен жеткізе алмай тұрмын хош иісін. Үйдің барлығын алып кетті. Тіпті пышақпен кесіп жатқанда да өте нәзік кесілуде. Ал қазір ішіндегі салмасын көретін боласыз. Өте сочный болып және жұп-жұмсақ болып, еті де, картошкасы да бәрі де жақсылап піскен. Сіз де жасап көріңіз.